Простатит – бұл куық асты безіне әсер ететін кең таралған ауру. Ол ерлердің денсаулығына айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Ерлерде куықтың астында орналасқан кішкентай жаңғақ тәрізді без простата деп аталады. Бұл бездің негізгі қызметі шәуеттің құрамына кіретін сұйықтықты өндіру. Бұл без қабынған немесе тітіркенген кезде ол бірқатар жағымсыз белгілерге әкелуі мүмкін. Мысалы, төменгі іштің ауырсынуы, зәр шығару қиындықтары және жыныстық функцияның бұзылуы. Простатит барлық жастағы ер адамдарға әсер етуі мүмкін, бірақ ол әсіресе 50 жастан асқан ер адамдарда жиі кездеседі. Бұл жас ұлғайған сайын простата безінің өзгерістеріне байланысты болуы мүмкін. Егер сізде простатит бар деп күдіктенсеңіз, дұрыс диагноз қою және емдеу үшін медициналық маманға жүгіну өте маңызды. Бұл аурудың белгілері басқа жағдайлармен ұқсас болуы мүмкін. Сондықтан кәсіби кеңес алу қажет. Ерте анықтау және араласу белгілерді басқаруға және куық асты безінің жалпы денсаулығын жақсартуға көмектеседі. Бұл ұзақ мерзімді асқынулардың алдын алуға және өмір сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Сондықтан простатиттің алғашқы белгілерін байқасаңыз, дәрігерге жүгінуден тартынбаңыз. Ерте емдеу сіздің денсаулығыңыз үшін өте маңызды. Простатит әртүрлі жолдармен көрінуі мүмкін. Белгілері жеңіл ауырсынудан бастап қатты ауырсынуға және зәр шығару проблемаларына дейін. Бұл жағдай ер адамдарда жиі кездеседі және әртүрлі жастағы адамдарға әсер етуі мүмкін. Простатиттің белгілері әртүрлі болуы мүмкін және кейде басқа аурулармен шатастырылуы мүмкін. Ең көп таралған белгілердің бірі жамбас аймағындағы ауырсыну немесе ыңғайсыздық. Ол іштің төменгі бөлігінде, шапта, аталық безде, жыныс мүшесінде немесе белдің төменгі бөлігінде сезілуі мүмкін. Бұл ауырсыну кейде тұрақты болуы мүмкін және күнделікті өмірге кедергі келтіруі мүмкін. Зәр шығару проблемалары тағы бір белгі болып табылады. Соның ішінде жиі зәр шығару, әсіресе түнде, әлсіз немесе үзілісті зәр ағымы және зәр шығару кезінде ауырсыну немесе күйдіру. Бұл белгілер простатиттің созылмалы түрінде жиі кездеседі және науқастың өмір сапасын төмендетуі мүмкін. Кейбір ер адамдар жыныстық проблемаларды, мысалы, эректильді дисфункцияны немесе ауыр эякуляцияны сезінуі мүмкін. Бұл жағдайлар психологиялық стрессті күшейтіп, қарым-қатынастарға әсер етуі мүмкін. Простатит жыныстық денсаулыққа әсер етуі мүмкін екенін ескеру маңызды, бірақ ол тікелей бедеулікке әкелмейді. Дегенмен, бұл жағдайды емдеу маңызды, себебі ол ұзақ мерзімді асқынуларға әкелуі мүмкін. Егер сізде осы белгілердің кез келгені байқалса, дұрыс диагноз қою үшін дәрігерге хабарласыңыз. Ерте диагностика және емдеу простатиттің асқынуларын болдырмауға көмектеседі және сіздің өмір сапаңызды жақсартады. Бірнеше факторлар ер адамның простатит даму қаупін арттыруы мүмкін. Бактериялық инфекциялар, әсіресе жедел бактериялық простатит үшін жиі кездесетін себеп болып табылады. Жамбас аймағындағы жүйке зақымдануы және аутоиммунды реакциялар да аурудың дамуына ықпал етуі мүмкін. Белгілі бір қауіп факторларына жас, зәр шығару жолдарының инфекциялары және қант диабеті және АИТБ сияқты медициналық жағдайлар жатады. Осы қауіп факторларын түсіну арқылы сіз куық асты безінің денсаулығын сақтау үшін алдын алу шараларын қабылдай аласыз. Простатитті диагностикалау әдетте медициналық тарихты қарауды, физикалық тексеруді және зертханалық зерттеулерді қамтиды. Саусақ пен тікшек арқылы тексеру немесе ДРИ физикалық тексерудің маңызды бөлігі болып табылады. Дәрігеріңіз инфекция немесе қабыну белгілерін тексеру үшін зәр анализін ұсынуы мүмкін. Қосымша тексерулерге PSA, қан анализі, трансректальды ультрадыбыстық зерттеу немесе цистоскопия кіруі мүмкін. Диагностикалық процесс сіздің белгілеріңіздің негізгі себебін анықтауға және емдеу туралы шешімдерді басқаруға бағытталған. Дәрі-дәрмектер простатитті басқаруда, әсіресе бактериялық инфекциялар негізгі себеп болған кезде маңызды рөл атқарады. Антибиотиктер жедел бактериялық простатитті емдеудің негізгі әдісі болып табылады. Ибупрофен немесе ацетаминофен сияқты ауырсынуды басатын дәрілер ауырсынуды және ыңғайсыздықты басқаруға көмектеседі. Альфа-блокаторлар куық асты безі мен куық мойнындағы бұлшықеттерді босаңсыту арқылы белгілерді басқару үшін де пайдалы болуы мүмкін.
Созылмалы простатит жагдайында дәрі-дәрмектер мен басқа терапия әдістерін біріктіру ұсынылуы мүмкін. Өзін-өзі емдеу ұсынылмайтынын ұмытпаңыз. Дәл диагноз қою және тиісті емдеу жоспарын жасау үшін дәрігерге хабарласыңыз. Салауатты өмір салтын ұстану қуық асты безінің денсаулығына айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Бұл тек физикалық денсаулықты жақсартумен шектелмейді. Сонымен қатар психикалық әл-ауқатты да арттырады. Және простатит белгілерін жеңілдетуі мүмкін. Дәрігермен тұрақты кеңесіп, симптомдарды бақылау өте маңызды. Қуық асты безінің денсаулығы үшін ылғалдану өте маңызды. Күнделікті жеткілікті мөлшерде су ішу, сондай-ақ жемістер мен көкөністерді тұтыну арқылы денеңізді ылғалдандырыңыз. Жемістерге, көкөністерге және дәнді дақылдарға бай теңдестірілген тамақтану маңызды қоректік заттармен қамтамасыз ете алады. Бұл тағамдар сіздің денеңізге қажетті дәрумендер мен минералдарды береді. Тұрақты дене белсенділігі, қан ағымын жақсарту және жалпы денсаулықты нығайту үшін өте маңызды. Жүгіру, серуендеу немесе топтық жаттығуларға қатысу арқылы белсенді болыңыз. Және стрессті азайту арқылы белгілерді басқаруға көмектеседі. Стрессті азайту үшін табиғатта уақыт өткізіп, тыныштықты сезініңіз. Стрессті басқару жалпы әл-ауқат үшін, соның ішінде қуық асты безінің денсаулығы үшін өте маңызды. Стрессті басқару әдістерін үйрену сіздің өміріңізді жақсарта алады. Йога, медитация немесе терең тыныс алу жаттығулары сияқты стрессті азайту әдістерін зерттеңіз. Бұл әдістер сіздің денеңізді және ақылыңызды тыныштандыруға көмектеседі. Стрессті азайту әдістерін күнделікті өміріңізге енгізу арқылы сіз өзіңізді жақсы сезінесіз. Бұл әдістерді үйде немесе топтық сессияларда қолдануға болады. Осы салауатты өмір салтын өзгертулерді енгізу арқылы сіз қуық асты безінің денсаулығын қолдайтын орта жасай аласыз. Бұл өзгерістер сіздің жалпы денсаулығыңызға да оң әсер етеді. Салауатты өмір салтын ұстану арқылы сіз өзіңізді күшті және бақытты сезінесіз. Бұл сіздің өміріңізді жақсартуға көмектеседі. Кейбір ер адамдар қосымша және балама терапия арқылы белгілерден арылуды табады. Акупунктура және биокері байланыс бұл көмектесетін екі терапия. Ара пальметті және кверцетин сияқты шөп қоспалары кейбір перспективаларды көрсетті. Жылы ванналар немесе жылыту жастықшасын пайдалану ауырсыну мен бұлшықет кернеуін уақытша жеңілдетуі мүмкін. Кез келген балама терапияны емдеу жоспарыңызға енгізбес бұрын дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Белгілі бір жағдайларда асқынуларды жою немесе тұрақты белгілерді жеңілдету үшін хирургиялық араласу қажет болуы мүмкін. Егер қуық асты безінде абсцесс пайда болса, иріңді ағызу процедурасы қажет болуы мүмкін. Ауыр жағдайларда қуық асты безінің трансуретральды резекциясы немесе тюрп қарастырылуы мүмкін. Сирек жағдайларда радикалды простатектомия ұсынылуы мүмкін. Хирургиялық араласу әдетте нақты жағдайлар үшін сақталады және әдеттегі емдеу әдісі емес. Простатитпен өмір сүру қиын болуы мүмкін, бірақ белсенді көзқарас көмектесе алады. Ауырсыну деңгейіңіз бен зәр шығару әдеттеріңізді бақылау үшін симптом күнделігін жүргізіңіз. Зәр шығару жолдарының инфекцияларының алдын алу үшін гигиена ережелерін сақтаңыз. Ұзақ отыру немесе велосипед тебу сияқты қуық асты безін тітіркендіретін әрекеттерден аулақ болыңыз. Қан ағымын жақсарту және стрессті азайту үшін тұрақты жеңіл дене шынықтырумен айналысыңыз. Өмір салтындағы белгілі бір таңдаулар мен алдын алу шаралары простатит даму қаупін едәуір азайтуы мүмкін. Қауіпсіз жыныстық қатынас жасау үшін презервативтерді үнемі қолданыңыз. Бактериялардың таралуын болдырмау үшін гигиена ережелерін сақтаңыз. Күні бойы көп су ішу арқылы ылғалданыңыз. Ұзақ уақыт отырудан аулақ болыңыз және тұрып, қозғалу үшін жиі үзіліс жасаңыз. Зәр шығарғыңыз келгенде, зәр шығарыңыз және оны ұзақ уақыт ұстамаңыз. Осы алдын алу шараларын қабылдау арқылы сіз қуық асты безінің денсаулығын белсенді түрде қорғай аласыз. Қуық асты безінің денсаулығы бұл сіздің жалпы әл-ауқатыңыздың ажырамас бөлігі. Қуық асты безінің денсаулығының маңыздылығын түсіну және белсенді шаралар қабылдау арқылы сіз салауатты өмір сүре аласыз. Қолдау және жеке емдеу әдістері үшін медициналық қызмет көрсетушіңізге хабарласудан тартынбаңыз.
Бүгін куук асты безінің денсаулығына басымдық беру арқылы сіз салауатты, бақытты болашаққа инвестиция саласыз.